Қасқырдың жеті қасиеті. Қасқыр өз ата-анасын қартайған шағында үңгірде сақтап, аң аулап апарып, өліп қалғанға дейін жанында болатын жалғыз жануар. Және циркте өнер көрсетпейтін жалғыз жануар. Себебі оның табиғаты басқа жануарлардан бөлек. Тағы да қасқырдың бір кереметтілігі, ол өз ата-анасымен және туғандарымен қосылмайтын жалғыз жануар. Бірде шетел аңшылары ормандағы бүкіл жануардың көзін құртып, атып өлтіреді. Уақыт өте келе орман тоза бастайды. Себебі орманда шошқа, қабан тағысын тағы жануарлар тоздырып жібереді. Орманның бірте-бірте құртылып бара жатқан көріп, енді не істейміз дейді. Сол кезде ауылдың бір ақсақалы келіп, «Әй халқым, бұл орманға 3-4 қасқыр әкеліңдер, сонда көрерсіңдер» дейді. Және оларға мүлде тиіспеуін өтінеді. Атаның айтқанын жасайды. 5 жыл өткен соң орман қалпына келеді. Сол кезде атаны барлығы мойындайды. Қасқыр даланың санитары. Қасқыр барды даланы ешкім тоздырмайды. Біз махаббаттың символы аққу дейміз. Негізі махаббаттың символы қасқыр. Ол өз еркегі өліп қалса да өмірінің соңына дейін басқа еркекпен қосылмайды екен. Қасқырдың некеге адалдығы соншалықты, бір ғана жобымен ғана өмір сүреді. Қасқырдың жобы өліп қалса да, жалғыздықтан қамығып ол өз-өзін өлімге қияды екен. Махаббатқа қасқыр сияқты адал болайық, бауырлар. Қасқыр біреуден қалған тамақты жемейді. Тек өзі бауыздап балғын етін асайды. Қасқырдың иіс сезу қабілеті басқа аңдардан мықты. Қасқырдың есте сақтау қабілеті жақсы дамыған. Ол кектенсе кегін алмай қоймайды. Сондықтан қазақ көкбөріні тектестемейтіні тегін емес.